Кішкене айтсаңыз, аға. Бәрін ырыммен жасалынады. Бұл дүниен көбейсін, малын көбейсін, жанын көбейсін деген сөз. Азғантай құрақтан әрбір сөз мағынасы бар. Құрақтар сөйлейді. Әртүрлі, иә. Бұл төзімділіктің, сабырлықтың, үнемшілдіктің бәрінің символы дейді құрақ. Осы құрақтың бәрі төзімдіктің арқасында, не дейді, сабырлықтың арқасында еңбегі сол арқылы шығады. Мына құрақта мынандай әңгіме. Айналайын қызым дейді, ақ босаған аттан дейді, өсуін жапырағын жай дейді. Қызым тек алға қарай ұмтыл дейді. Мынаған жол, алға ұмтыл дейді. Кері шегінетін жол жоқ дейді. Қайт келмейсін дейді, есі жабып. Бұл өмір дейді, оңай емес өмір, әртүрлі сатыдан тұрады дейді. Сол сатылардың бәрінен өтеді өмір болғасын. Алға қарай жылжисың, сонда ғана жапырағын жайлады дейді. Өрсін кеңейеді дейді. Қызым, болашақта 4 құбылаң тең болсын десе, 4 ұл тап дейді. Ол сенің тірегің дейді, 4 құбылаң дейді. Ұлдарың қошқардай болсын дейді. Батыр болсын найзастайтын, сөйтіп тәрбиеле ұлыңды дейді. Белі бекем болсын ұлыңның, денсаулығына мән бер дейді. 4 ұлыңды бөліп жарма дейді. Тату болсын дейді, сабыр болсын, ол сен болашақ тірегің дейді. Мына жерде. Өмір ақ қарамен тұрады. Ақ қара, Қара бәле жәле өзімен кетсін, ақ кетсін дейді. Қараса. Мына өмір деген лабиринт. Осы ұнады, Өмір деген лабиринт. Лабиринт деген бұл жұмбақ. Осы шырмау дейді. Сол шырмаудан шығу үшін адам қай жұмыс болсын, еңбекте, отбасыда болсын, тіршіліктің бәрінде мінезің сынық болсын дейді. Кекіреме дейді, сын дейді. Сонда ғана сен жолың болады дейді. Мақыл дейді. Көрдіңіз ба? Осы қазақтар бұрын. Мына айналайын дейді. Жарқыраған жұлдыз сол үйге нәр бер, шуағын шаш дейді. Кімге өмірде не шуақ бересің, сол шуақ өзіңе қайтып керек дейді. Жарқырап күніміз шығып еді, бүгін елдің бәрі жұмыс істейді. Қақаған аязда күн жоқ болса, бәрі үйді бүрісіп отырады. Сонда шуақ болса, кімге? Жерге шуақ беріп еді, жер көгеріп өрсін, не дейді, көгеріп жатыр, Сол айтпақшы, сен де адамға, ортаңа, туған туысыңа, бауырыңа, жан жақтағы жора жолдасың болсын, жан жағындағы бауырыңа шуақ бер дейді. Сол шуақ өзіңе қайтып келеді дейді. Бұл өмірде үлкен мән мағынасы бар нәрсе. Кімге не жақсылық жасасаң, сол жақсылық өзіңе келеді деген сөз. Жақты тең ұста дейді. Төркініңмен барған жеріңді. Қайын жұртпен төркін, Таразың басын тең ұста дейді. Жақсысын асып, жаманын жасыр дейді. Ел болам десең дейді. Сонда дейді, құда жекжаттың таразысы басы тең болады дейді. Мына қараңызшы. Қызым дейді, өмір ала-құла дүние дейді. Өмірде жақсылық та болады, жаманшылық та болады, өмір өзен дейді. Сол уақыттың бәрінен өтесің кезеңнен дейді. Бұлт басқан күндер болуы мүмкін, басыңа іс түсіп дейді. Соны сен мықтысың дейді, жарып өт дейді. Сағың сынбасын дейді, бұның бәрі артта қалады дейді. Басыма іс түсті, жолым болмай қалды, ренжіп қалдым, мені ұрсып қойды, маған қатты сөз айтып қойды деп, қатты өмірге өкінбе дейді. Оның бәрі өткінші дейді. Артта қалады дейді. Сағың сындырма дейді. Түсінді. Аға? Сені мына құдықтағы суға теңедім дейді. Құдықтағы судың өмірін саған бердім дейді. Біз перзенттеріміз өте жақсы көреміз ғой. Ой, мысалы, бұл құдықтағы суға теңейді. Неге теңізге теңемейді? Неге дарияға, неге өзенге? Аға? Баша тереңнен түсініп қарасақ, әр үйде бір құдық болады. Сонда сен құдықтағы суға теңедің деген сөз, бір отбасыда бір отбасың болсын дейді. Сол үйге терең батып, судайсың дейді. Сол үйге нәр бер дейді. Құдықтағы судай. Қазіргі заманда үйде суымыз колонка ғой. Bir күн су болмасын, шулап кетеміз, су жоқ деп. Мына сол нәр дейді. Ішкен суыңа түпірме деген қазақта мақал бар. Мына келініміз бізге нәр беріп отыр. Киімімізді жуады, тамағымызды істейді, бала туып береді. Бар жағдайымыз істейді, дұрыс па? Сен соны қайтып түпіресің? Дұрыс. Ол сенің болашағың терең батсын дейді.